Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Рысбекова Мереке Жантілеуқызы, Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімімін. Менің бүгінгі сіздерге көрсетейін деп отырған бейнебаяным үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс. Яғни бүгін мен сіздерге үлгерімі төмен оқушылармен атқарылатын жұмыстар туралы айтатын боламын. Яғни менің алып отырған мақсатым үлгерімі төмен оқушылармен жыл бойы жұмыс жүргізе отырып, мүмкіндіктер алуға көмектесу және баланың пәнге деген қызығушылығын арттыру. Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыстың міндеттері: жыл бойы жұмыс жүргізе отырып, үлгерімін анықтау, әр сыныптағы үлгерімі төмен оқушыларды анықтау, сонымен бірге үлгерімі төмен оқушыларға психологиялық, педагогикалық көмек көрсету. Яғни үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс барысында бірнеше жұмыстар жүргізуге болады. Ол бірінші, деңгейі төмен оқушыларды анықтау; екінші, әр сабақ сайын балалардың білімін жақсартып отыру; қосымша материалдарды пайдалану; оқушыларды міндетті түрде сыныпта тыс іс-шараларға қатыстыру; сабаққа жаңа әдістер, тәсілдер, сызбалар мен кестелерді пайдаланып отыру. Сонымен бірге, осы жаңа айттық, сызбалар, әдіс тәсілдер, ойындар арқылы балаларға тапсырма бере отырып, үлгерімі төмен оқушыларды пәнге деген қызығушылығын арттыруға болады. Яғни, мысалы, мынандай тапсырма берсек болады. Бірінші, мысалы, тапсырмамыз тізбектегі моншақтар ойыны. Яғни балалар осы тізбектегі моншақтарға математика сабағынан қолдануға өте тиімді, сандарды өзінің ретімен орналастырып жазатын болады. Одан кейінгі тапсырма, мысалы, сәйкестендіру, салыстыру, теңсіздіктерді құрастыру барысында, мысалы, суреттер арқылы небір суреттерді беріп, балаларға теңсіздіктер құрастырсақ болады. Тең, кем, артық деген ұғымды осындай тапсырмаларды беру арқылы балаларға ұғындырсақ болады. Сонымен бірге, математика сабағында балаларға қызықты болу үшін сәйкестендіру әдісін қолдансақ болады. Яғни, қосу, азайту, яғни амалдарды орындау барысында амалдарды, өрнектерді балалар өзінің жаңағы дұрыс жауабымен сәйкестендіретін болады. Бұны біз көбінесе математика сабағында алып, балаларға осындай тиімді әдіс тәсілдерді, сызбаларды, тапсырмаларды беру арқылы математика сабағына деген қызығушылығын арттырсақ болады. Сонымен бірге, қазақ тіл сабағында балалар жаңағы сөз таптарын меңгерген кезде, мысалы, зат, есім, кім, не деген сұраққа жауап береді. Бала, кім, бала. Яғни, балаға не керек ойын ойнатсақ болады. Балаға не керек? Балаға сөмке керек. Балаға не керек? Балаға алма керек. Балаға не керек? Балаға қалам керек. Балаға кітаптар керек. Яғни, осылай сөз таптарын меңгерткенде осындай ойындар, тапсырмалар беру арқылы балаларға сабақты қызықты етіп өтуге болады үлгерімі төмен оқушылармен. Сонымен бірге, сөздік тап, мысалы, шашыраңқы әріптерді беріп, осы әріптерден балалар дұрыс сөзді құрастыру керек. Әріптер шашыраңқы береді, осы жерде, мысалы, осы әріптерден, осы дыбыстардан балалар сөз шығару керек. Бала деген сөз шығуы мүмкін, ана, аю деген сөз шығуы мүмкін. Осындай түрлі сөздерді құрастырып, өздері орындап жазатын болады. Сонымен бірге, қазақ тілі сабағында түсіп қалған әріпті орнына қой. Яғни, мына жерде сөз беріледі, осы сөзде түсіп қалған дыбысты бала өзі тауып, орнына қойып, сөзді дұрыс табуы керек. Сонымен бірге, тағы бір тапсырмамыз бұл сөздерді орнына қойып, сөйлем құрастыру. Яғни, бұл жерде сөздер шашыраңқы беріледі, балалар осы сөздерді дұрыс құрастыра отырып, сөйлем құрастыру керек. Яғни, осындай қызықты тапсырмаларды орындата отырып, біз үлгерімі төмен балалардың пәнге деген қызығушылығын арттырамыз, сонымен бірге оқу бағдарламасын меңгеруге өз үлесімізді қосамыз деп ойлаймын. Тыңдап назар қойғандарыңызға рахмет.